Қазақ тілі тапсырмаларын жеңіл әрі оңай орындау үшін менің YouTube каналыма тіркеліп алыңыздар. Бірінші тапсырмада мәтінді оқып, мәтінге ат қоюымыз керек. Бірінші мәтінге атты шетелден оралған қазақ баласы деп қоюымызға болады. Нақтылау сұрағына біріншісіне Оливияны қай мемлекеттің азаматтары асырап алды? Оливия Қазақстанға қашан келді? Екінші мәтінге ат туған жердің көркем табиғаты. Нақтылау сұрағы: туған жерге деген сағынышты қалай түсінесің? Туған жердің көркем табиғатын сипаттап бер деп сұрақ қоямыз. Астындағы сұрақтарға жауап беретін болсақ, біріншісіне екі мәтіндегі ортақ ой туған жерге деген сағыныштың, ынтызарлықтың болуы деп ойлаймын. Екінші сұраққа: екі мәтін кейіпкерлері де отанына сағынып келуі. Мәтіндегі ұқсастық осы деп ойлаймын деп жауап берулеріңізге болады. Екінші тапсырмада берілген сөздердің дыбыс екпініне ажыратып жазып қойдым. Ал үшінші тапсырмада осы берілген ақпараттардың дұрыс-бұрыстығын жазамыз. Біріншісі дұрыс, екіншісі бұрыс, үшіншісі бұрыс, төртіншісі дұрыс, бесіншісі дұрыс. Төртінші тапсырмада туған жерге өлеңіндегі лирикалық кейіпкер өзінің туған жерін жан жүрегімен сүйетін, оған шексіз құрметпен қарайтын тұлға екенін көреміз. Туған жерге деген сүйіспеншілігін ерекше ықыласпен білдіреді. Жердің әрбір тасы, топырағы, тауы, жолы, шабындығы, егістігі, тоғайы, әрбір басқан қадамның ыстық естеліктер лебі екенін ұғындырып тұрғандай деп жауап беруімізге болады. Ал бесінші тапсырмада өз ұлтын, туған жерін, ана тілін жанындай сүю әр азаматтың қасиетті борышы. Елін, жерін сүйген адам оны қорғауға, сақтауға дайын тұрады. Ана тілін құрметтеу ұлттың рухани тірегін сақтау деген сөз. Осындай адал сезімдер мен қасиеттерді бойына сіңірген жан ғана нағыз патриот атанады. Осы құрастырылған мәтіндегі сөз және дыбыс екпіндері әріптің үстіндегі бір сызықпен көрсетіліп тұр. Қазақ тілі тапсырмаларын менімен бірге орындау үшін менің YouTube каналыма тіркеліп алыңыздар. Сіздермен болған Айсәнім мұғалім.